Hayırlı күн, өрледе асқақ рухта жесір жұртшылығы. Баршаңызға қуанышты да шаттыққа толы сайыста сәттілік тілейміз. Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. И хочу отметить, что мы высоко ценим щедрость ваших сердец, преданность к своему делу и безграничную любовь к своим ученикам. We wish you in today's competition only good luck and a fair jury, successful and a fruitful day. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазіргі таңда жеке адам ғана емес, біртұтас ұжым болып, бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады дегендей. Білімді басқадан биік қоятын Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжі қазіргі таңда бәсекеге қабілетті мамандарды даярлап шығаруда. Біздің алып отырған моделіміз ұлттық салт дәстүрімізді, тіліміз бен мәдениетімізді айқындайтын. Бабамыздан мирас болып қалған колледжіміздің өткені мен бүгінін өзінің үнімен үйлестірілген, жалғаған ұлы рухани аспабымыз қазағымыздың елі домбырасы. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Домбырамыздың әр бөлігі колледжіміздің қайнап жатқан білімі мен тәрбиесі. Біз моделімізді домбыра етіп алғандағы мақсатымыз болашақта кәсіби іс-әрекет және тұлғалық ерекшеліктерді бойымызға ескере отырып, өзіндік білім алу мүмкіндіктері мен әлемдік кеңістік және жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын мамандарды оқытып, мейлінше инновациялық сипатта тегін кәсіптік білім беру бағдарламасын одан әрі дамыту. Осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттерді шешуді көздейміз. Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол бірінші кезекте төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін кеңінен енгізу. Екіншіден, еліміздің цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру. Олай болатын болса, домбырамыздың ең бірінші бөлігі шанақтары. Отбасы мен тәрбие егіз, жеке тұлға тәрбиелеу деп мақсатына жету бағытында тәрбиенің 8 бағытын басшылыққа алдық. Ата-аналар мен қоғам арасындағы қарым-қатынасын нығайту барысында колледжде қамқоршылық, ата-аналар, білімгерлер, мүшелері барлығының айқындалып, жоспар бойынша тығыз жұмыс жүргізіледі. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген дана халқымыз. Алдымыздағы шәкірттерімізге алдымен үлгілі тәрбие бере отырып, заман талабы мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету. Осы домбырамыздың бетіне ажар беріп тұрған ою. Қазақ халқының салт дәстүріндегі қолөнер шеберлігінің ажырамас рухани бөлігінің бірі ретінде ою мен білім ошағында тек мемлекеттік тілде ғана білім берілетінін айтамыз. Ал келесі бір бөлігі бойыны мен перделері. Перде әр мамандықты білдіреді. Әр пердені басқан сайын өзіне тән үн шығарады. Сол сияқты біздегі әр мамандықтың өзіне тән ерекшеліктері бар. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін іске асыру барысында бәсекеге қабілетті, аймақтық нарықта өз білімі мен қызметі көрсете алатын, материалдық базасы мен сапалы еңбек ететін 10 мамандық бойынша білім беріп, шағын және орта бизнес саласына қажетті буын мамандарын даярлау мақсатында елге қызмет ететін шәкірт дайындап шығарудамыз. Колледжіміздің түлектері еліміздің қарқынды дамуына қызмет етіп, өз үлестерін жан-жақты қосып келеді. Домбырамыздың келесі бір бөлігі басы. Колледжіміздің ажырамас бірлігі. Мақсатты нәтижелерге жету үшін білім мен тәрбиеге жете көңіл бөліп, ұстаздар мен шеберлердің бір тұтастығын ұстап отырған оқу орнымыздың әкімшілігі. Колледж басшылығы Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарына арналған мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа ала отырып, колледж заман талабына сай материалдық құрал-жабдықтармен қамтамасыз еткен. Осы салада аянбай еңбек етіп,
тер төгіп жүрген оқу орнымыздың ұстаздар мен шеберлерін домбырамыздың құлағы ретінде алып отырмыз. Жас ұрпаққа саналы білім, сапалы тәжірибе бере отырып, оқыту мен тәрбиелеу процесіне ғылыми жетістіктерін, қоғамдық жаңалықтарды қабылдап, игеріп енгізуші, білім алушылармен белгілі бір қатынаста болатын белсенді әрекет иесі деп білеміз. Ал домбырамыздың келесі бір бөлігі екі шегі. Білім мен тәрбие егіз, оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Егеменді ел болып, етек жеңімізді енді ғана жинап болған қазіргі шақта, ел болашағын ойлайтын, рухани бай, парасатты да саналы азамат тәрбиелеу біздің ұстаздардың басты міндеті. Білім мен тәрбиені сабақ барысында ұштастырып, бірлікте оқыту әрбір ұстаздың басты шарты болса, топ жетекшілері тек сабақта ғана емес, сабақтан тыс уақытта да іздене жүріп, білімгерлердің бойына тәрбиенің, соның ішінде ұлттық тәрбиенің ең ізгісін, ең асылын сіңіре білуде. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген халық даналығына сүйене отырып, колледжіміздің оқу әдістемелік қызметін домбырамыздың тиегі ретінде алып отырмыз. Колледждің бағдарламасын және жаңа педагогикалық технологияларды іске асыру барысында модульдік оқыту технологиясын негізге алып, педагогикалық қызметтің мазмұнын жаңартудамыз. Сонымен қатар колледжіміздің түйінді мәселесі ретінде оқыту үрдісінің оқу әдістемелік қызметін жетілдіру арқылы мамандар даярлаудың сапасын арттырудамыз. Осы моделіміздің соңы нүктесі, яғни домбырамыздың түймесі. Оны Қазақстан Республикасының білім туралы заңы демекпіз. Себебі домбырадан шығатын үн мен дыбыс үйлесімділігі осы түймеден табады. Осы заңды басшылыққа ала отырып, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке маман қалыптастыруда біздің басты мақсатымыз деп білеміз. Біздің модельде колледжіміздің барлық заманауи келбеті көрініс тапты. Елбасымыздың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласына сүйене отырып, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға, рухани жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген ізгі қасиеттерді қайта жаңғыртып, Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжі межелі мүддеге жетіп, кемел келешегін қалыптастыруда демекпіз. Домбыраның шанағынан төгілген, тәрбиенің бағыттары өрілген, мамандықтың сан-саналы түрлері домбыраның бейнесінен көрінген. Рухани жаңғырудың негізі, екі шек бір тиектің негізі. Талайды толғап кеткен домбыра бүгінгі жаңғырудың лебізі. Назарларыңызға рахмет.